Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен бірге мен Роза Шырбаева. Бүгін міне көптен күткен түнгі шай. Жұмада болу керек еді, бірақ жұма күні біз ең үлкен форумды аяқтап, соның шаруаларымен жүргендіктен ол күні эфир болмады. Сондықтан да бүгін жексенбі күні болып жатыр. Қалдарыңыз қалай? Естіліп тұрма, көрініп тұрма? Hello, түнгі шай. Әңгіме жиналып қалды. Бір 10 күндей болды ғой шықпағаныма. Айтатын әңгіме көп. Сіздерді тыңдағым келеді. Қандай сұрақтар бар? Естеріңізге салайын, түнгі шай. Бұл эфирде біз бизнесті айтпаймыз. Біз бұл эфирде қарым-қатынас, өмірдегі проблемалар, жаңалықтар, өсектер, жалпы не болып жатыр, осындай мәселелерді, жалпы түнгі шай бұл өмір туралы әңгіме. Егер де бизнес бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, онда вторник күндері, сейсенбі күндері болатын бизнес талдау эфиріне келуге тырысыңыздар. Сонымен бастайық. Апатию чувствую, не істесем болады. Мынандай ғой қыздар, жігіттер, апатия деген мәселе. Менде ютубта выгораниеден құтылу деген сабақ бар. Теп деген курс, 3 сабақ. Соны барып көресіңдер, біріншіден. Екіншіден, апатия — это же ничего не хотеть. Почему ничего не хотим? Мысалы, біз постоянно соцсетьте отырамыз, тиктокта отырамыз, инстаграмда отырамыз. Мы листаем сторисы, каждую минуту. Тикток скроллим постоянно ленту, И бізде не болып жатыр? Адамда өзі 5 канал болады, сенсорный, ол көз, құлақ, дәм сезу, иіс сезу және контакт. Біздің эмоцияларымыз оянады. Сен 1 минут сайын тез жаңағы видеоларды скроллить еткен кезде сен успеваешь вот этот эмоцияны. Біресе күлесің, біресе уайымдайсың. Ана тиктоктың астында боқтап, жынданып отыратындар бар, обсуждать етіп, осы бүйткетсін, құрсын, бірдеңе дейді, немесе бір молодец деген сияқты. Сен минут сайын өте көп эмоциональный расход жасайсың. Сен бүкіл каналың жұмыс істейді, то жылайсың, то күлесің, Соответственно, ты выгораешь. Сен элементарно эмоциональный не бар сенде. Расходың чересчур көп та, миың үлгермейді оның бәрін қорытып. Бір жағынан шығып кете алмайсың. Соцсеттен уже есть зависимость, Бір жағынан қатты шаршайсың. Телефонды ұстап алып шаршап отырасың, Сондықтан да осы мәселеде ақпараттық детокс жасау керек. Выгораниеден құтылу сабағын қараймыз. Әдейі тегін доступ жасап қойғам. Сіздер соны көрсін деп, осы проблемаға жалпы осы проблемаға мән берсін деген ниетпен кішкене ақпаратты алу каналдарын реттесін деп жасап қойдым. Сондықтан да көріңіздер. Кім көрді, көргендер бар ма? Көбісі көріп, өмірлеріне енгізгендер бар маған өте көп сол видеодан пікірлер келіп тұрады. Бір жігіт бар, жазып жүрген, жалпы жақсы жігіт, но темаларымыз сәйкес келмейді, общий әңгіме жоқ, не істесе болады, жігіт ұнап тұр бірақ дейді. Құдайбергенова, ару. Общий тема сәйкес келмейді ма? Мысалы бұл жерде надо разбираться. Общий тема болғанда, может, сендер әлі сөйлесе алмаған шығарсыңдар, ашылып, ойыңды айту, яғни құндылықтар мәселесі. Сендердің общий құндылықтарын болу керек. Әрине, темалар общий құндылықтан туындайды. Бірақ та, кейде адам жаңадан сөйлесіп жүрген кезде қысылады. Қызда қысылады, жігітте не айтарын білмейді. Иногда бывает, ты общаешься, и бір әңгімен басын шалсаң, кеттің, ананы айтып, мынаны айтып, солай да болып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл жерде ең басты мәселе, қыздар, жігіттер, өзіңізге жар таңдаған кезде, махаббат таңдаған кезде өте маңызды мәселе, ол құндылықтарын сәйкес келулері. Сендер, мысалы, отбасы туралы ойларың қандай, бала тәрбиесі туралы ойларың қандай, жалпы отбасы қалай құру керек деген кезде сенің жігітің қалай жауап береді, сен қалай ойлайсың? Мысалы, сен, мен үйде отырам, жігітім, күйеуім маған ақша тауып келу керек, мен жұмысқа шықпаймын деген сияқты. Осындай болуы мүмкін, ару.
Ал сен танысқан жігіт айтады, жоқ, мен гендерлік теңдіктемін. Біз бүкіл отбасымызды біз жоспарлауымыз керек. Менің әйелімнің жұмыс істеген, дамығанын қалаймын, поэтому біз есептеп туамыз деген сияқты. Осындай жігіт болуы мүмкін, понимаешь? А ты говоришь, нет, мен үйде отырам, асырайсың деп отырсың да. Сондықтан да бұл жалпы отбасыға қатысты құндылықтар сәйкес келмесе, ертеңгі күні қарым-қатынас қиын болады. Өткенде кімді көрдім ба? Дөп сөзде Ержан Мырзабаевтың подкастын тыңдадым ба? Мен тыңдадым. Өте жақсы темаларды көтерген. И знаешь, он такой вот важный нәрсе айтты да. Қызбен немесе жігітпен жүрген кезде сразу басынан танысқан кезде айту керек та, сен үйлену мақсатында жүріп жатсың ба, или просто әлі үйленуге дайын емес, уақыт өткізіп жүрсің ба деген сияқты договоренность басында болу керек. Егер де мысалы жоқ, маған просто уақыт өткізуге, просто уақытша жүргім келеді, үйленуге әлі менің ешқандай желанием жоқ деген сияқты болатын болса, онда болды, до свидания. Басынан ниетті ашып айту керек дейді. Жігітімнің мамасы басқа күйеуге шыққан, соған қарамай жігітімді контролирует. Где он и с кем? Ему 21. Это проблема твоего парня, а не мамы. Сенің жігітіңнің мамасында емес проблема. Ол проблема сенің жігітіңде, дорогая моя. Если он не самостоятельный, если он парень, которого нужно контролировать, это его проблемы. Маған бір ажырасқан азамат ұнайды. Соңғы уақытта тек сондай айырылысқан кісілер жолығады. Ты проблемная. Ты проблемная и знакомишься с проблемными парнями. Ол мынандай емес та, почему-то қаншама жігіттер бар да, и соның ішінде именно саған ұнағаны, сен көзің түскен жігіт ажырасқан болуы мүмкін емес. Ты намеренно идешь и выбираешь проблемного мужика. Понимаешь, Лескүл? Вот сен проблемного мужика выбираешь. Если треугольник Карпманға салатын болсақ, у тебя очень выраженное спасательство. Разведенный мужчина обычно не істеген кезде, вот, мен өмірдің қиындығын көрдім, ыстығы мен суығын да көрдім, бір қатынды жібердім, ол мені бағаламады, біз екеуміз үй болмадық, қыртым шырттым, ол қатын болмады, мамашкіге жақпады деген әңгіме отырады. Ол жертвить етіп отырады жаңағы ажырасқан еркектер. Көбісі приблизительно ше өмір деген. Лескүл, бірақ сен басқаша қыз сияқтысың деген әңгіме айтқан кезде, сенде анау спасательство қосылады да, и ты думаешь, что это любовь. То есть изначально выбирать проблемного... Я не говорю, ажырасқандардың бәрі проблемный деп айтпаймын. Олардың бәрі проблемный деп айтпаймын. Бірақ та біз түсінуіміз керек. Ажырасқан жігітпен немесе ажырасқан қызбен отбасы құрған кездегі өзінің нюанстары бар. Өйткені отбасыда ажырасқан кезде баласы болатын болса, уже бұрынғы брактан баласы болатын болса, это создает некие проблемы. Мысалы, сен жаңағы ажырасқан жігіт, саған ұнаған ажырасқан жігіт, бала шағасы бар болатын болса, ол алимент төлеу керек. Немесе, это чувак, алимент төлемей қашып жүрген біреу. Я не говорю, что ажырасқан жігіттердің бәрі жаман деп айтпаймын. Бірақ та, сен сөйлесесің ғой, если алименттен қашып жүрген жігіт болатын болса, ол жақсы жігіт емес. Айлығын жасырып, отбасынан қашып, бала шағасынан қашып, алимент төлемей жүрген жігіт болатын болса, ол жақсы жігіт емес. Ондайға тимеңдер, қыздар. Понятно? Ал ажырасқан әйелдерге келетін болсақ, большой риск. Особенно если бала шағасы бар болатын болса, ажырасқан әйелдің бала шағасы бар болатын болса, және ол тұрмысқа шығарда, тағы да тұрмысқа шығатын болса, оның баласымен жаңа күйеуінің қарым-қатынасы қандай болатыны белгісіз. Ол күйеу, мысалы, ажырасқан әйелде, егер қыздары болатын болса, да, дочка если есть, то это очень опасная ситуация. Қазір не көп педофилдер көп, неше түрлі домогательство болуы мүмкін. Сенің қыздарың бой жетіп өсіп қалған болса, ол ана өз білмейсің ғой, адамның аласы ішінде дейді, а вдруг сондай арам ойы бар. А вдруг сенің қыздарыңа тиіседі. Айтып отырмын ғой, ажырасқан әйелге немесе ажырасқан еркекке біздің қоғамда отбасы құрған кезде, особенно бала шағасы бар болатын болса, есть определенные проблемы. Осы, не то что проблемы, определенные нюанстары бар, сәл-сәл қиындықтары бар да, осыған дайын болу керек, және осымен өмір сүруге жалпы дайын болу керек. Мен ешкімді не қылып жатқан жоқпын,
не еді әлгі кемсітіп, ешкімді былай екінші сорт, үшінші сорт қылған жоқ. Бірақ біз түсінуіміз керек та, оның өзінің определенный нюанстары бар. Мысалға, егер біз не дейді? Жігіттің Инстаграм, WhatsApp тексерген дұрыс па? Сенің ба? Ты дура? Кім? Амиртаева? Сен жынды болғасын ба? В смысле, жігіт ол абсолютно чужой человек. Сенің Инстаграмыңды, WhatsApp'ыңды тексереміз онда. Құртшы көзін, ужас қой. Ужас, не встречайтесь, это чистой воды абьюзер. Ойлап атқан шығар, сен, типа, мен тексеру, это может быть, он думает, что он заботится о тебе или еще что-то. Чем он это оправдывает? Он типа хочет сказать, он тебя так любит, что ли? Это не любовь, это суперконтроль, это желание, ол сені полностью бүйтіп контрольда ұстағысы келеді. Сен не айтасың, кіммен сөйлесесің, қандай ауа жұтасың, не тамақ жейсің, шығасың, шықпайсың. Ол қазір сондай. Ертең үйленгеннен кейін бір жерде ұрып өлтіріп қойса, ертең даже в суде не смогут доказать, что он тебя убил, потому что в большинстве случаев домашнее насилие бізде мужчины умудряются скрывать. Блядь. Фу, осы бар ғой. Нервнойды осындай қыздарға ше. Қалай сонда сен жігітке бір басқа адамға, жігітің не басқа бір адамға, вообще басқа адамға сен қалай өзіңнің телефоныңды бересің тексеруге, сон көніп қаласың. Тексерші да, маған ұнайды деген. Қумаңдыршы. Неге қазір еркектер ответственный человек емес көбісі? Потому что, мысалы мындай, давай мысалы айтайын. Мысалы жұмысқа бір адам, неважно, әйел болса да, еркек болса да, жұмысқа тұрады да, мысалы бір кассыға, банкте кассыға кассир болып жұмысқа тұрады. Сөйтеді де, ол енді жауапкершілік қой енді, ана тиынның бәрін есептеу керек, қателеспеу керек, отчетты жүргізу керек. Бірақ та ол кассир ондай жасамайды. Не істейді ол? Ақшаны шашады, дұрыс есептемейді, клиенттерге грубить етеді, иә? Олан определенный жауапкершіліктер берілді ана кассирға, бірақ оны жасаған жоқ. И что интересно, оны ешкім контрольдамайды. Бұл дегеніміз не? Иә? Жауапкершіліктің болмауы, контрольдің жоқтығы. Бізде ер бала контрольсіз қалған. Иә, ер жігіттер, еркектер бізде контрольсіз. Ешкім оларды олардың мысалға да, жаңа айтадым ғой, банковский сотрудникті сен жұмысқа алғаннан кейін сен оны күнде тексересің. Так, таңертең мынандай, кешке мынандай. Қалай сен жауап істедің ба, істемедің ба деген сияқты ол определенный функционалды қызметін атқарады. Тура сол сияқты бізде ер жігіттер, еркектер өздерінің функционалды қызметтерін, жауапкершіліктерін, өздерінің сол жасау керек нәрсесін жасамайды, и оны бүкіл қоғам кешіреді. Ешкім бізде ажырасқан еркекті, мысалы үшін, ешкім көзін шұқымайды. Сенкі, вообще, сен оңбаған екенсің ғой. Қалай сен ажырасып, жер бетін басып жүрсің сен? Қалай сен еркек болып жүрсің ажырасып? Балаларды жібеп, отбасыңды сақтамадың ба? Демейді бізде. Иә? Ер бала оқуға түспесе, ничего страшного, армияға барып келеді дейді. Ер бала бір қызды аяғын ауырлатып бұзып қоятын болса, ештеңе қылмайды. Вообще, өйткені жігітке наоборот мотивация береді да, қызды тапет етеді. Қалай сен жүрдің жігітпен, қарамайсың ба, жәлеп деген сияқты айтады да, ал жігітке ешкім жәлеп демейді. Неге ол? Некеге дейін қызбен жатады ол. Неге оның аяғын ауырлатады оның? Одан ешкім сұрамайды оған. Еркек, молодец деп айтады. Ну, это так же. Яғни қоғам бізде жігіттен спрос жоқ. Жігіттен спрос алмайды бізде қоғам. Сол үшін олар жауапсыз. Егер біз ер азаматтардан спрос алсақ, спрос, неге сен істемедің? Неге сен осыған жауапкершілік? Мынаны, мысалы сен үйлендің. Неге сен асырамай жатсың отбасыңды демейді бізде. Еркек ақша таппаса бізде айтады. Ештеңе етпейді. Жігіт қой, сауың суға кетпесін. Ер азамат қай кезде де ер азамат болып қалады. Алтын басты анау-мынау темаларын айтады да, неважно. По-любому ол
өзінің абырой атағынан айырылмайды. Ал бізде әйелдер ше, декретте отырса, отырсың ғой босқа декретте, жұрттың қатындары сияқты бизнес жасамайсың ба дейді әйелге. Ол үйде бала туып декретте отыр, үйдің бүкіл тірлігі соның мойнында, еще сен декретте отырасың да қолың босқа жатсың ғой үйде дейді. Мыңғырған үйде бала бар, үн өшпейтін, біреуін жатқызсаң біреуі жылайтын да. Үйде қаншама тірлік, до хрена родственников еще да. Декретте босқа отырсың ғой, жатсың ғой үйде. Кішкене басқа қатындар сияқты бір инстаграм бір нәрсені қосып бір сатып ақша істемейсің ба дейді. Әйелге айтады, еркекке айтпайды ғой өйтіп. Неге бізде ер балалар жауапсыз? Өйткені спрос жоқ, контроль жоқ, надо их контролировать. Делай, давай, сес, тап ақша, жатпай үйде. Еркек адам үйде жатпау керек негізі, жалпы. Мен волосы бесит, жалпы негізі еркек адам үйде жатпау керек. Я считаю, мен нервым ойнайды үйде, просто так жатса, мен нервым ойнайды. Неғып жатсың? Жайма сенікі деп сразу қуып шығасың ғой. Мен інімді сөйтіп қуып жүргем, қазір енді 2 жұмыс істеп жүр ғой. Маған енді рахмет айтады. Кезінде еркелеп, мамам оны қимай, ойбай балам, қалай ол жасы 18-де. Мен резинкаларым бай қайда кеткен? Балам қалай 18 жаста, қалай басқа қалаға барып жұмыс істейді деп мамам жылап сол кезде. Өлмейді. Құрсын деп қуып жүргем. Рақат қазір. Бір емес 2 жұмыс істейді, полностью автономный, сам себе жилье, тамағы, денсаулығы, бәрі өзінікі. Ешкімнің қолына қарамайды. Үйге әке-шешесіне ақша бермесе, ешкімнен ақша сұрамайды. Өзімен өзі. Надо было всего лишь его пнуть. Мен айттым, сен жата бересің ба осылай? Бар құра, не знаю, ничего. Кет бар деп. И вот нормально. Еркек адам жатпау керек, короче. Постоянно өз ақшасын табу керек. Өзінің тірлігін өзі істеу керек. Вот тамағын да өзі істейді. Үйін да өзі жинайды. Врачына да өзі барады. Все. У нас бізде почему-то еркек баланың қасына обязательно қатын қосып қояды. Балаларды ше, мысалы үшін оқуға түсіп не қылса, ойбай, тез үйлендіру керек, ана баланы жүріп қалады. Тез үйлендіру керек. Даже кеңкелес балаларын емдетпейді ғой, мысалы да, игроман или қоғынбай балаларын емдетпейді, оны үйлендіреді. Лечение своего ребенка долбоеба, сына долбоеба, типа женитьба, қатынаса қояды деген сияқты да. Они просто вот этот родители вот со своей больной головы вот скидывают своего сына на девушку. Біреудің әп-әдемі үлбіретіп осы үкілетіп отырып тәрбиелеп отқан қызына үйлендіріп жүреді, жасырып, жаңағы баланың косяктарын жасырып, ше, сондай проблемаларын жасырып үйлендіріп жүріп, якобы он перестанет. Вообще не логика деймін да, не логика сондай. Вот еркек баланың тәрбиесі сондай болғандықтан жауапкершілік жоқ. Это большая проблема. Вахтаға жіберу. Кімді жіберіп жатсың, алтын? Кімді жіберіп жатсың? Вахтаға жіберу деген мәселе. Кімді? Күйеуіңді ма? Күйеуің бөпе ма? Өзі шешемей ма? Сенен рұқсат сұрай ма? Или сен біреуден сұрап барып айтасың ба? Это его работа или что? Сосын меня поражает вот это отношение наших женщин. Еркек бала күйеуіне қатысты бөпе сияқты. Сендер күйеулеріңді асырап аласыңдар, өздеріңе үлкен тұңғыштарың сияқты ше. Білмей тұрмын сол күйеуімді вахтаға жібергенім дұрыс па, жоқ қалада жүргене бергені дұрыс па, сол қалай болатынын білмей тұрмын. Оның басы жоқ па өзінің? Ол бір определенный өзінің карьерасы жоқ па оның? Мысалы үшін мен мына жұмысты істесем, ертең мен мынаны жасаймын. Одан кейін мен отбасыма мынандай нәрсе жасаймын деген сияқты. У него мозгов нету, да? У твоего мужика, у твоего мужа. Не істесем екен осы байымды? Госслужбаға жасап па? Деген сияқты ше. Че, мозгов нету? Бөпе қылып аласыңдар байларын, сосын отырасыңдар ше. Он такой, он сикой, ол іш кетті, ол ойнап кетті. Потому что міне енеңнің қолынан алып, енеңнің емшегінен шығарып, өзіңнің емшегіне сабаласы ғой байыңды. Поэтому они вот такие. Странно вот этот.
күйеуімді не істесем екен, жіберсем екен. Вы вот так вот вообще в целом, мысалы, позиционер, осы әңгімедегі сенің позиционированиең, ты решаешь за него. А оның өзінің ойы жоқ па? Ешкім менің отбасыма араласпау үшін не істесем болады? Отағасы қайда? Отағасы не істеп жатыр? Оны отағасың айту керек қой. Мужчина-защитник, он должен защищать от внедрения внешнего сенің отбасыңның. Осы жақсы көресің ғой? Еркек деген ол защитник ол. Ол нәзік, женственная, маткамен дышать ететін әйелді қорғағысы келеді. Еркек ол защитник, ол қорған әйел адамға деп айтқан жақсы көресіңдер ғой? Қорғасында? Ана истеричка, сервозный әпкелерінен, қарындастарынан, анау жеке шекараны түсінбейтін, әлі күнге дейін баласы үйленбеген, емшектегі бөпесі сияқты көретін енеңнен, атаңнан қорғасында? Если он такой защитник у вас, вы же любите вот это вот? Еркек деген ол защитник, ол қорғаушы, оның қасында, оның жолын жабуға болмайды. Если мен еркек сияқты болып кетсем, ол менімен конфликтовать етеді, менімен соғысқа шығып кетеді деген сияқты. Осындай қоғмайский әңгімені жақсы көресіңдер ғой? А? Вы же любите вот это все говорить? Кәні қорғасында? Почему женщина об этом думает? Что за фигня? Неге сендер сөйтесіңдер, әйелдер? Не об еркектеріне айтпайсыңдар? Я не хочу. Это наша семья. Я за тебя замуж выходила. Не за твоих родственников. Я понимаю, қонаққа бару, ана-мына садаққа барып көмектесу хорошо. Но, блин, прости. Я в этом доме хочу жить с тобой. Саған байға тиді қой? Деп айту керек. Қыссаңдар жана еркектеріңді қысыңдар кішкене. Ана кішкене қатысын осындай. Қарым-қатынастың проблемаларына араласып отырсын. Қорғаштай бермей. Ойбай, оның басы ауырады. Ол ұйықтайды ол. Жоқ, әйелдер өзіміз отырып шешуіміз керек деген теманы қойыңдар бұдан кейін. Вообще отбасы жалғыз саған берілген жоқ, жалғыз әйелге берілген жоқ. Отбасы ол еркек екеуің бірге қосылғаннан кейін бүкіл проблеманы бірге шешесіңдер. Еркек деген ол тіздің адамы, ол сыртта ақша табады. Не тауып келетір? Супер миллионер ма байларың? Не ақшаны қатырмайды, үйдің тірлігіне аралассын. Осындай между родственниками конфликтлердің бәріне аралассын. Немеге өзің жалғыз өзің сүйрей бересің? Сұра өзінен. Не істейміз на сенің інің осы үйге не болды? Біз асыраймыз ба сенің ініңді? Я соқталдай жігіт емес па? Не қатын алып кетсін, не вообще кетсін. Мы не обязаны деп айту керек. Вы не обязаны. Мен түсінбеймін, әлі күнге дейін осыға таяп қалған қайындарын сүйреп жүретін жеңгелер бар ғой. Нахрена вы это делаете? Не ты его рожала, он взрослый человек, выгони его нахрен. Ол бауырмалдылық емес ол. Бауырмалдылық ол бір-біріңе сыйлық беру, бір-бірлерінің қуаныштарында ортақ болу, қайғыларында ортақ болу. Но мойынға отырғызу ой емес қой ол бауырмалдылық деген. Зачем вы одно смешиваете с другим? Понимаешь? Дап-дардай еркек. Вот сколько мне женщин пишут? Дап-дардай еркек. Аяқ-қолы сау, басында миы бар, но почему-то сенің үйіңде тұрады. Хотя ол сенің байың емес, басқа емес. Еркек жатпау керек үйде. И сен біреудің еркегін обслуживать етуге ты не обязана. Ана қайнылердің киімін жуу, бір бәле. Нахрена вы это делаете? Өзі істесін, жанына батып атса үйленсін барып. Вообще не делайте такие вещи. Зачем? Что за фигня? Жиырма сегіздегі қайнымды сендер үйлендіресіңдер дейді. Үйленуге ақшасы жоқ па, той істемесін. Понятно? Ақша жоқ па, үйленуге той істемесін. Тойды жалпы байлар істеу керек қой. Кедейлер сендерге той зачем? Зачем вот это кредитке кіріп, без кредита алып? Зачем вам это надо? Вообще, үш ұйықтасаң түсіңе баяғы давно араласпай кеткен адамдар тойға шақырып. Зачем вам это надо? Кішкене ойлансаңдаршы сәл. Байлар істейді. Той, өз баяғынан атам заманнан тойды байлар істейді. Кедейлер істемейді. Бай дегеніміз ол кім? О той істеуге ақшасы бар адам.
Сенде жоқ па? Болды, бір жеріңді қыс, көрдіңді қыс, болды, істемейсің. Құдалық істейсің, болды. Құдалық, ана мына жыртылып жаңағыда киіп істемейсің, болды. Құдалық екі жақ танысып, үйленіп қосып кетесіңдер, болды. Инстаграмға, өзі Фейсбукқа суреттеріңді шығарсаңдар, бүкіл туысқандар біледі үйленгендеріңді, болды. Жамағаттың алдында, елдің алдында объявили, мен некедемін деген нәрсе, болды, все. Бір жерлерін қысу керек қой. Зачем вот это все? Байлар істейді, бай емессің ба, істеме тойды. Өстіп айтқаным үшін бір күні тойхананың хозяиндары келіп мені атып кетпесін. Сенің кесірінен қазақтар той істемей, бірақ мен айтсам да кім айтса да қазақ той істеуін қоймайды, кредитке кіріп ше. Бір тойхана болса емес қой, шіркін. Ешкім өліп қалған жоқ қой, осы пандемияда қаншама жастар үйленіп кетті скайппен ақ. Скайппен зумда отырып үйленіп кетті, бүкіл туысқандарын қосып, дым да болған жоқ. Бір содан бір қайғырып, бір содан бір кедей кеткен жоқ, бір жолдар болмай қалған жоқ, нормально. Сендер үйлендіресіңдер. 28-де еркек, прикинь, 28-де еркек уже. Оны еще үйлендіру керек біреулер. Блядь. Ол 2-8-дегі бір, 2 жасар, 2 жас 8 айдағы бала емес қой, ол 28-дегі еркек қой уже, міне 10 жыл, міне енді 10 жылда болды ғой, уже шаша қарады ғой енді. Вот өстіп сендер еркектерді инфантильный қыласыңдар. Иждивенец, имбецил, кәдімгі дебил, вот дебилоиды әдіне. 28-ге келіп, әлі біреу оны үйлендіру керек болатын болса. Кім қуады, мен бә? Қуам, енді көріп атсыңдар ма? Енем жас күнінде арақ ішкен баласына дұрыс тәрбие бермеген, тиран абьюзер баласымен мен алысып келе жатырмын дейді. Ей, айналайын әйелдер ай. Өзі исламда да бар ғой. Исламда да өзі бар жаңағыдай қандай неке харам деген мәселеде. Мен мысалы үшін маған айтады, сен елдің бәрін ажырасып бітетін болдың деген сияқты. Я вообще мысалы қаншама халқым отыр ғой, міне 2000-нан астам адам отыр осы жерде. Я за семью всегда. Я уверена, что любую семью можно спасти. Но если екеуінің біреуі жаңағыдай, если екеуінің біреуі наркоман, игроман, яғни лудоман, алкоголик және психологиялық ауру болмаса, осы 4 случайдан басқасының бәрінде отбасыны можно спасти. Это нужно очень сильно стараться. Екі жақ, ойбай жұмыс істеп тұрып, екі жақта да қызығушылық болу керек. Самый главный фактор отбасы сақтап қалуда, екі жақтан да желание болу керек. У нас же женщина только тащит. 5 қадам жасайды, еркек бері қарай жүруге қиналады ғой. Отбасын сақтап қалу үшін әйел не істемейді? Я за то, чтобы семьи были крепкие, за то, чтобы максимально отбасын сақтап қалу. Бірақ отбасын сақтаймын деп әйел жұта бермеу керек. Жұта бермеу керек. Бізде еще вот так вот, кәдімгідей тиктокта еркектер кәдімгідей возмущаются. Өйткені еркектер бүйтіп әйел шыдау керек дейді да. Әйел шыдайды, базар жоқ, шыдайды ғой. Әйелдің шыдамауында не жоқ, бірақ шыдайды болғанда не нәрсеге, таяққа, оның жүргеніне, еркектің жәлептігіне, ұрғанына, ішіп ап қуғанына, намысына тигеніне, унижать еткеніне, осыған шыдау керек па әйел? И они думают, что әйел осыған шыдау керек деп ойлайды. Көп еркектер вот натурально сөйтіп ойлайды ше, вот они вот уверены в том, что женщина должна это терпеть ради семьи. Бірақ олар, мен әйелімді ұрмауым керек, мен ішпеуім керек, мен отбасылық бюджетті ойынға самауым керек, мен әйеліме ауыр сөз тигізбеуім керек деген нәрсені айтпайды. Мен соны сиберем, я буду это продолжать, а әйелім соны жұту керек деп ойлайды. Көп еркектер сөйтіп ойлайды. У них вот
У них в голове это сложно, они думают, что это нормально. Бір жағынан мен түсінемін да оларды. В каком плане түсінемін? Олар неге мені түсінбейді? Мен айтып тұрмын, сен есің дұрыс па? Қатыныңды ұрма, сен қуасың ба? Ұрма қатыныңды. Оның жанына ауыр сөз айтпа, сенікі дұрыс емес десем, сен отбасыларды ажыратушысың дейді. Блядь, сен далбайып әйеліңге қол көтересің. Проблема не во мне, проблема в тебе. Ты не умеешь уважать вообще отбасыны құрметтеу, әйелді құрметтеу деген проблема жоқ қой сенде. Проблема сенде ғой. Шырағым ау, я при чем? Менің күйеуім сіз ұнатпайды, қарама дейді. Әйтеуір сендердің күйеулерің білмеймін, сендерге бастық қой, не киетін, не көресің, бәрі сол. Күйеулерің шешеді, өздерің бастарың жоқ па, бір бересіңдер ғой. Про инвестиции, пожалуйста, бизнес-разбор эфирінде. Бүкіл ақша, инвестиция жайлы мәселелердің бәрі бизнес-разборда. Мынау еркек мені ақшаңды бермедің, кредит алып бермедің деп жылай береді. Уже қанша ішіп бітті, наркоман болып кетті, енді бәрін мені кінәлап отыр дейді. Еще үйге қонбай шаршатып бітті дейді. У нас в обществе такие ужасы происходят. Такие ужасы с женщинами происходят. Не с мужиками, а с женщинами. Одна знакомая вышла замуж, выяснилось, что его спецом женили, потому что он встречался со взрослой женщиной. И после свадьбы он посадил жену возле бабки и сам ушел к туалету. Вот. Вот. Яғни бізде стараются есерсоқ еркекті үйлендіру арқылы емдегісі келеді ше. Үйленсе адам кетеді. Сондай бар ғой, білесің ба? Қоғамда да сөйтіп айтады ғой. Мына баланы үйлендіру керек. Түнімен қыдырады ғой. Қуғынбай, қыдырып жүрді балалар ше. Қуғынбай, жаңағыдай үйде болмай, жауапсыз. Әкесінің мәшесін соғып тастайды, жаңағыдай төбелеседі, сондай проблемный жігіт та болсын. Ай, болмайды. Мына балаға қатын әперіп үйлендірмесек болмайды мына баланы дейді. Сен балаң келес қой. Балаңды психологқа апару керек қой, миы жоқ қой балаңның. Причем тут үйлендіру керек. Вот логика у людей ше. Мұнда жігіттер бар ма? Бар, жігіттер, үндемей отырмай бір жер жазсаңдаршы, кім жігіттер? Бір-бір мына жерге бір-бір смайл ма, бір-бірле жаз жеріндерші. Менен қорқпайтын менің слушательдарым бар негізі. Жазыңдар жігіттер. Жігіттер жазуға қорқытсыңдар ма? Әкенің аузы жаздым. Әкенің аузы деген сен жігітсің ба, қызсың ба? Құдай, осы нормальный аккаунт сендер, чтобы мы могли идентифицировать сендер. Әйелсің ба, еркексің ба, аносың ба әлде? Енем сол бауырдың арасын аштың деп араласпайды, бізбен қуып жібердің деп дейді. Вот у нас енешки любят скидывать свою ответственность, свои проблемы на келіні. Сәмеспе, мен жігітіммен 3 ай жүріп дейді. Оның үйленуге деген серьезный ойы болған соң бұрын ажырасқанын айтты. Мен қалай қабылдасам болады? Ой, Тлепова. А из-за чего он развелся? Вопрос. Конечно, если айтатын шығар, мен емес, қатын сондай деген сияқты, это все уже қашу керек. Там нужно смотреть. Он разве неге ол жасырады? Значит, он
Басқа да жасыратын нәрсесі бар. Құртшы, басқасын тапшы. 3 ай болыпты ғой, басқасын тапшы, басыңды ауыртпай. Мақта қыз талдаңызшы. Мақта қыз деген не? Сказка ма? Несін талдаймын оны? Мақта қыз. Мысықтың құйрығын жұлып апты деген ба? Қашан басталды? 9:30-да басталды. 9:30 деп айтып едім ғой. 9:30-да басталды. Міне, кредит алғанмын, қайын жұрттан төлеп тұрам. Әр ай сайын жұмыстан шығып қалдым, енем әкеп тастады, жайлап салып жатырмын ақшаны, бір ұлым бар, егізге аяғым ауыр, не істесем болады, неге жауапкершілік алмайды дейді. Бізде қазақтар ше, ана есерсоқ дым істемейтін балаларын үйлендіреді. И ол сол дым істемейтін есерсоқ балаға жұмыс істейтін немесе образованиясы бар қызды әперуге тырысады. Сәл жұмыс істеп көрген қызды әйтеуір ше. Жұмыс істеп көрген ана қызды кішкене пенсионный жүреді ғой. Сөйтеді жаңа есерсоқ балаға қызды үйлендіріп алады да, сөйтеді келіннің атынан бәрі жабылып кредит алады. Вот сондай ауру бізде ше. Келіннің атынан кредит алады. О, бейшара өзі туып, өзі жаңадан келін болған, үйтіп декретке шығып алды миллионмен. Соны декреттің ақшасына охотаға шығады бүкіл семья. Сол келінге енге дейінді тіршіліктерін қылды ғой? Жоқ. Бәрі соның көтін аңдып, соның ақшасын аңдып отырады. Не әдет сол? Мысалы келіннен, біздің қоғамда, келіннің барлық нәрсесін алып қояды ғой. Оның еркіндігін, оның сөзін, оның ақшасын, оның болашаққа деген мүмкіндігін. Мысалы, жаңағыдай қайын жұрты кредитті алып алады, сосын ол төлемейді. Сөйтеді, болды, ол черный списокқа кіріп кетеді. Енді ертеңгі күні ол өзіне ипотекаға үй аламайды, ол енді көлік аламайды кредитке. Все, бітті, испорчена жизнь. И хорошо, мақұл да, қоғам сондай екен. Еще қыздар соған көнеді ғой. Қыздар, сендер көнбеңдер ондай нәрсеге. Көнбеңдер. Болды, заман өзгеретін уақыт келді, қыздар. Ұйықтап отыра бермеңдер. Я понимаю, бүкіл қоғам саған қарсы шыққан кезде жалғыз өзіңнің үні шықпайды. Но ты находи таких людей, как ты. Өзің сияқты басқада келіндермен қосылыңдар, осындай әңгімені айтыңдар, менің эфирлерімді тыңдаңдар, дух жинасаңдар, кішкене қыздар, басылып отыра бермей. Ешкім сенің ақшаңа, сенің кредитный историяңа қол сұғуға құқығы жоқ. Ты можешь деньги не давать. Не давай. Әперме кредит, біреуге әперме кредит, есің дұрыс па? Сен кредитті біреуге әпермейсің, сен кредитті өзің аласың да, өзің аласың, сен біреуге әпермейсің. Сендер еще дұрыс емес айтасыңдар ғой, сендер бетесіңдер. Қайнапама кредит әпердім. Сен кредитті қайнапаңа әперген жоқсың, сен өзің алдың ол кредитті. Сөйттің да, оны қайнапаңа бердің. Но кредитті сен алдың. Өйткені риск бүкіл сенде, төлемейді ол. А өліп қалса не істейсің? Ауырып қалса не істейсің? Табыс болмаса не істейсің? Сен ғой жауапкершілік ол жерде. Неге кредит алуға сондай оңай қарайсыңдар? Бір жеңіл қарайсыңдар. Оның төлеуі деген. Ой, ертең осы ше бүкіл қан мен теріңді шашып отырып төлейсің ғой, соны сен ойламайсың ба? Кредит төлеу оңай емес. Немеге әпересіңдер? Күйеуім кредит алдырып тастап кетті, 2 миллион қарызы, еще 7 айлық баламен дейді. Блять, қақтан тауып аласыңдар, сондай долбоебтарды, қандай зоопарктен тауып аласыңдар? Где вы таких находите? Қыздар, если нормальный жігіт болмаса, байға тимей қойыңдаршы. Нормальный, если дұрыс жігіт болмаса, тимей қойыңдаршы байға. Это безопаснее для тебя. Мені жазып жатыр. 2 миллион кредит алдырып, 7 айлық баласымен тастап кеткен. Күйеуі сымағы, еркек сымақ. Еркек, который шалбар киіп жүрген, өзін еркекпін деп атайтын еркек. Екі қабат жаңадан босанған әйелін 2 миллион кредитке тығып тастап кеткен. Долбоеб па, тимей қойыңдар. Байсыз-ақ жүре беріңдер, керегі жоқ, нахрена не нужны. Сапа, нормальный сапалы жігіт қамады ғой. Не істейміз, бәрін, бүкіл сол долбоебтардың бәрін жинап, білмеймін, бір сахараға, бір жерге, бір
қой қора ма бір мал қора сияқты бірдеңе соғып соның ішіне кіргізіп жіберіп бар ғой. Сон ой бір қинайтын ше соларды бар ғой. Қашан ми кіреді ол еркектерге? Это же ужас же. Әйелдер сендер просто мына айтып жатырмын ғой. Кез келген игроманның бірінші спонсоры әйелі мен шешесі. Әйелі мен шешесі. Өздерің сондай дармайыттардың тамағын тауып бересіңдер, түнде бересіңдер. Далбойып күйеулеріңе ше, тамағын бересің, оның киімін бересің, қуып жіберсейші, бермеу оған, немеге бересің? Тамағын да берме, жоғал де, құрт көзіңді. Не пайдаң бар сенің? Дым әкеп атқан жоқсың, не ақшаң жоқ, не басқа жоқ. Не үшін сен қалай еркек болып жүрсің деп. Неге? Өйткені айтып отырмын ғой, жаңа әңгіменің басында, эфирдің басында айттым, еркектің үстінде контроль жоқ. У него спроса нету. Қайда? Ақша қайда? Отбасы қайда? Сөзің қайда? Уәдең қайда? Некеге берік болам дегенің қайда? Қайда адам болам дегенің қайда? Жоқ па? До свидания. До свидания. Бірақ та, қыздар, еркектің екі аяғын бір етке тығу үшін сенде ақша болу керек. Сенде не вагон, вот вагон дух болу керек та, сенде ше немесе ақша болу керек. Или, может, сен спортсмен шығарсың, по вольной борьбе, білмеймін, боксер біліп болатын болсаң, сабап тастатасың әлет, бытшын шығарып ше. Но если ол болмайтын болса, мысалы, сенде күш жоқ, сен жаңағыдай спортсменка емессің, сенде вагон духа, просто өзің по жизни сондай бандитка қыз емессің. Үшінші вариант ақша. Ақша просто, понимаешь? Ақша. Ақшаң бар ма? Сен все. Сразу до свидания дейсің ғой. Мен миымды қатырмашы. Еркек, сенің еркек деген атың ғана еркек. Істейсің ба? Қимылыңмен, әрекетіңмен көрсет. Вот так надо. Ақшада жоқ, духта жоқ па? Онда, білмеймін, боксерский груша сатып алды, тренироваться етті, ұтпса байыңды, бытшын шығарып. Аяма атасына рет, көзіне көк шоу үйметпейсің ба? Неме аяйсыңдар? Олар че еркек деп бүйтіп басыңа ілген сайын бар ғой, есіріп баратыр ғой. Сыйлағанды білмейді ғой. Сыйлағанды білмейді ғой. Сыйлап осы мысалда, допустим, бір қонақ келді дейді, қонақ келіп не істеген кезде, жалпы кез келген ортада еркектің ақшасы болмаса да, жалпы қоғамда өте андай не болса да ше, дым өзі ешқандай андай неге сыйластыққа, ешқандай бір өмірде дым пайдасы жоқ сондай еркек болса да, бізде еркекті сыйлап төрге шығарады. Мына өмірде дым бітірмеген еркек қонаққа барса, ол төрге шығады. Сол сыйлағанды түсініп, сәл кішкене бүйтіп әрекеттерін реттесе болады ғой. Я не говорю, не все такие. Очень много классных мужчин, очень много, которые работают, білім қуады, ізденеді, жұмыс істейді. Олардың уақытысы жоқ. Жаңағы жәгі әйелдерінің артын қуып, претензия айтып, тамағыңнан бірдеңе, кредит әпер деген, это уже ненормально. Нормальный еркек работает. Мен бұл қоғамда жұмыс істемейтін, дамымайтын еркекті еш кешіремеймін. Бүкіл әлем, біздің қазіргі қоғам еркектердікі ғой. Мы живем в патриархальном мире. Все для них сделано. Им все двери открыты. Қай кезде болса да акцент бәрібір очконы еркекке беріп тұрады бізде ше. Любой жерде еркекке шанс беріп тұрады. Еркекке ертерек бұрында не беріп тұрады да бір. Вот все. Они получают все плюшки этого мира. При всем при этом еркек жұмыс істемесе, дамымаса, алға қарай ұмтылмаса, мен онда еркекті түсінбеймін. Я считаю, что они не имеют права вообще называться, не имеют права на уважение. Ондай еркектерді мен түсінбеймін.
жатады, жаңағыдай дым істемейді, сылтау, мың сылтау, өкімет мынандай, мынау мынандай, әкем маған мал қалдырған жоқ, бір бәле дейтін сылтау ұртатын еркектер. Я вообще не понимаю. Весь мир для них, бүкіл мүмкіндік соларда. Еркек тумайды ғой. Мысалы, әйел білімді алады, оқиды, диплом алады, жұмыс істейді, екі қабат боп семіріп, ішінде баласы 7-8 айға дейін өліп жұмыс істейді, туады, еще баламен отырады, сөйтіп отырып, онлайн отырып, тағы жұмыс істейді. Әйел дофига чего делать, он же даже не рожает. Мужик даже не рожает. Какие у него есть препятствия, я не понимаю. Еркекке қандай, еркектің алдында тұрған қандай препятствие бар? Қандай оның, вот әйел, мысалы үшін да, егер екі адамды айтатын болсақ, карьера қуатын әйел и еркек дейік. Әйелге қиын карьера қуу. Оның проблемасы көп, ол күйеуге тиеді, ол келін болады, ол бала туады, ол басқада. Мынау ештеңе істемейді ғой, он в этой жизни все выигрывает. Ол үйрене ма, тіпті жақсы, бүкіл киімін жуып түнде береді, әйелі бәрін істейді. Ему надо только работать. Иди, оқы, развивайся, работай. Нет же, жатып алады үйде. То ему то ему это, то оған екінші қатын керек, тағы бір бәле керек. Слишком много что-то им надо. Басқа мен тура бұл қоғамда менің жолым болмай жүр, менде мүмкіндік болмай жатыр деген еркекті еш кешіре алмаймын, ондай еркекті еш кешіре алмаймын. Ол өтірік. Сізді көрсем туысқан көргенде болам деп. Мен и так бүкіл Қазақстанның әйелдеріне туысқан сияқтымын ғой. Бізде әйелдер бар ғой. Иногда забывают, что материнство, ана болу үлкен еңбек, стресс, денсаулыққа деген үлкен шығын екен, бізде әйелдер түсінбейді. Негізінде ол не ғой? Елдің бәрін айта беретін типа әйел жаңағыдай туса жасарасың, туған пайдалы, там бір бәле өтірік әңгіме ғой. Просто көздеріңді ашып қараңдаршы. Туып болып, аттай болып жүрген әйелдер өте кем ғой. Это очень мало, знаешь, вот это вот. Ол үлкен бір генетикалық повезло ғой. Ол просто бір генде бір что-то повезло. Но основная масса женщин очень сложно переживают беременность и роды. Үлкен стресс организмге. Бірақ бізге врачтарда, өтірік қатындарда, жеңгелер, ауыздарында тісі жоқ, шаштары ипа-типа. 7-8-ін туып тастаған жеңгелер. Жас кезінде туып ал. Туа бер. Ертең өздері сүйреп өсіп кетеді, көресің осыдан. Мен айтты дейсің ғой деп ше. А какой это ужасно. Это очень сильная нагрузка для женщины. Организмға үлкен нагрузка. Сен қандай грузды көтеріп жүресің 9 ай ше. Одан кейін туғаннан кейін, құдай, разрывпен тусаң бітті. Не астыңмен алсасың ба? Одан сүт келген кезде емшекпен алсасың ба? Қиын ғой бұл. Как можно романтизировать материнство? А знаешь, сколько женщин, у которых просто вот этот вот материнский инстинкт не просыпается? Ондай әйелдер көп, бірақ бізде жасырады, оны айтпайды әйелдер, қорқады айтуға. Өйткені сондай агитация айтылады ғой. Ана болу бақыты, ана болсаң жасырасың, ана болу деп айта береді. Ол үлкен бір, білмеймін, это әрбір туған әйел біледі ғой, ол өте қиын. Бізде әйелдер өздерінің сол ана болу процесін бір обесцениваете вы это. Обесцениваете. Қазір мен өте көп лекциялар қараймын, именно психиатрлардың
психиатрлардың, психотерапевттердің ютубта, тиктокта материалдарын қараймын, именно посвященный послеродовой депрессии. Бізде осы күнге дейін послеродовой депрессияны обесценивать ететін, үстінен күлетіндер бар ғой. Осы біздің шешелеріміз, осы сендер сияқты арбаңдап отқан жоқ. Қарсын 15-інде туды ғой. Ешқайсысы осы депрессия деген жоқ. Осы сендердікі тәлпіштік. Конечно, жағдайларың жасалған. Микроволновка, стиральный машина. Ей, сенді жыданбал жумайсың ғой. Памперс бәрі бар, бүкіл жағдай жасалған сайын сендер есіресіңдер. Есектің жүгі жеңіл деген сайын жатаған болады. Қайдағы сендерге послеродовая депрессия? Жоқ ондай нәрсе, басымды қатырмаңдаршы. Осы тәлпіштеніп деген сияқты. Вы знаете, послеродовая депрессия – это очень серьезная болезнь. Очень серьезная болезнь. Әйелдер жылдап одан шыға алмайды. Вот это желание бросить все, выкинуться в окно. Очень много. Расында мынандай әйелдер бар, туғаннан кейін өзінің баласына жаңағы материнский инстинкті оянбайтын әйелдер бар. Оның бәрін психотерапевтпен надо сидеть, үлкен нагрузка. Бірақ бізде соны құнсыздандырады ғой. Сөйтеді, и так өзі сол проблемамен жалғыз болып отырған әйел еще хуже ей становится. Сендер осыны ойланбайсыңдар вообще. Бір оңай сендерге ше бір романтизация, тем более вот это неше түрлі социальный сеттағы ше гендер пати, вот это сол жердегі бәрінде жалпы ана болу, материнствоны қатты романтизация жасайды да, бір оңай, бір ол тек қана бақыт әкелетін момент дейді. Оның артындағы проблема деген пиздец қой. Бала туудағы әйелдің денсаулығына келетін проблема. Баланың өзінің қазіргі кезде мына экология нашар, басқа қаншама балалар неше түрлі немен туылып жатыр. Диагноздармен туылып жатыр. Бірден жақсы болып кетпейді. Ол бала адам болам дегенше бүкіл ответственность әйелде ғой. Бірақ бізде вот это вот ана болуды қатты романтизация жасайды ғой. Как это прекрасно. Вообще әйелді біздің қоғамда өте көп алдайды. Бізде қыздарды көп алдайды. Қыздарға да мысалы тұрмысқа шығуды қатты романтизация жасайды. Сондықтан да бізде индустрия ғой жаңағыдай я сказала да, бірдеңе, love story, вот это все. Сол әдемі жағын көресіңдер де, сендер соған сынасыңдар, сол дұрыс, сол күшті деген сияқты. Отбасының артында, отбасылық өмірдің артында үлкен жауапкершілік бар. Бізге қыздарға ешкім айтпайды, ертең сен таңдаған жігітің отбасыға жауапкершілік алып кетпесе, сен екі адам үшін жауапкершілік алуың мүмкін деп бізде айтпайды. Қыздарды ондай нәрсеге қорғамайды. Ти байға тисең күшті болады деп ше. Везде романтизация брака. Вообще әйелді біздің қоғамда қатты алдайды. Байға тисең бақытты боласың дейді. Бала тусаң бақытты боласың дейді. Вы знаете, сколько мне девушек пишут? Білмеймін дейді. Күйеуге тидім. Енді қиындықтар болды енді. Үйтіп-бүйтіп үйреністік. Тудым. Көп ұзамай тағы тудым. Вроде бы бәрі бар. Үйде бар. Бәрі жақсы. Жағдайым да жақсы. Балаларымды жақсы көрем. Бірақ мен өзімді бақытты сезінбеймін дейді. Маған мынанша әйел жазады ғой. Мен өзімді бақытты сезінбеймін, мен өзімді толыққанды адам деп сезінбеймін дейді. И я понимаю таких женщин. Их всех наебали. Барлық әйел ондай қыздардың бәрі айтады, байға. Короче, любой қызға рецепт. Байға тиесің, бала туасың. Все! Өміріңде бәрі гүлдей болып кетеді дейді да. Ау, қыздар ойланбайды ғой. Тиет байға, бала туады. И что-то где вот это вот? Қақта, неғып мен өзімді бақытты сезінбеймін? Неғып дейді да? И она не может понять, вроде бы все общество, бүкіл қоғам маған обещать етті ғой. Байға тисең, бала тусаң, бақытты боласың деген сияқты. Но что-то не то, да? Не то. Почему? Потому что үйленгеннен кейін, бала туғаннан кейін тек қана әйелдің өмірі өзгереді. Еркектің өмірі өзгермейді, поэтому у него не бывает депрессии. У него другая форма депрессии. Бірақ үйленген кезде еркектің өмірі никак өзгермейді. Он как был дармоедом, так и остался.
вот ол шешесінің емшегінен әйелінің емшегіне өтеді. Осы уақытқа дейін шешесі тамақ істеді, соның киімін жуды, соның киімін үтіктеді, қыстық киімдерін салып жаздық киімдерін шығарды, дәрісін әкеп аузына тосып берді, тамағын берді. Шешесі сөйтіп әлпештеп өсірді да, сөйтті де әйелдің қолына мінгізіп жетті. Әйел енді оның бүкіл киімі, тамағы, бәрін істеді, еще плюс бонусом у него бесплатный секс. До того, как он женился, ему надо было платить, да, проститутку снимать. Теперь, пожалуйста, бесплатный секс. У мужчины жизнь никак не меняется. Зато әйел ол басқа өмірге барады. Ол почему-то басқа еркек үшін, соның тамағы, киімі үшін жауапкершілік сразу соның мойнына отырады да. С хрена ли? Таптардай еркек. А что он до этого не умел убираться за собой? Өзінің артынан унитаз жуамайтын беді ол? У нас, у женщины максимально меняется жизнь. Вдруг обслуживающий персонал болып кетеді. Одан туады, одан дальше. У женщины дофига жизнь меняется. Өте қатты өзгереді. Ол кеше ғана жайдары, жеңіл, ешкімге жауап бермейтін, әп-әдемі, жеңіл өмір сүріп жүрген біреудің сүйкімді қызы еді ғой. Почему она теперь стала служанкой, няней, обслуживающим персоналом? И ол түсінбейді да, кешегі өмірім менің күштеді ғой, неғып маған өстіп байға тиіп, бала тусам бақытты болсын деп айттыңдар, мен байға тигенге дейін өмірім күштеді ғой менің дейді да, любой әйел сөйтеді да. Понимаешь? Любой әйел сөйтеді. Так что, еркектеріңді жұмсаңдар. Өздерің жүгіріп не ала бермей, балаға қарасын, тамақ істесін, үй жинасын. Он тоже ответственный за это. И вообще өзінің киімін өзі дайындасыншы, Сайбал. Я не понимаю мужиков, которые говорят, мен киімін дайындап қойдым ба, мен киім үстеп қойдым ба, мен кірімді жудым ба. Бар, жина, машинкаға сал. Бар, порошок. Вот там все написано. Тың, басасын өзің жесің. Шығарасын да өзің жаясың. Бар істе. Үйде отырмаңдар, қыздар. Жұмыс істеңдер, ақша табыңдар. Жаңағыдай бытовой проблеманы күйеумен бірге шешіңдер, өздерің мойындарыңа ала бермей. Бала тәрбиесіне қатысты мәселені де бірге шешіңдер. Барлық нәрсеге бірге қатысыңдар. Осы көзде отбасы болсыңдар. А так только әйел жауапты, еркек лежит на диване. Нет. Ол жерде не әйел өледі денсаулықтан құрып, не ажырасуға барасыңдар. Понимаете? Человек бір адам, бір әйел бүкіл нәрсені мойнында алып жүре алмайды. Ол сынады бір күні. А тебе это надо? Бір ата айтады да, осы қазақтың қыздары ғана арқаланып ауыр пакеттер көтеріп жүреді деп. Өте дұрыс. У вас, я же говорю, сендер күйеуге кетесіңдер, күйеулеріңді асырап аласыңдар ғой, тұңғыштарың қылып ше. Сендердің тұңғыштарың. Ойбай, пакетті өзі көтереді бізде. Қатындар, покупкаға, продуктыге өздері жазып бер списокқа. Сосын неге жазып бересің? Келіп қарасын, үйде не жоқ. Өзі список жазып, өзі алып келсін. Айтсайым, мен мына бала емізіп отырып, мен істе қараватын барда, қараш, не бар, не қалды, күріш, макарон, не қалды, не жетпейді, соның бәрін списогын жасап, әкеп берді, болды. Өзің жүгіресің, алға түсіп, алып, анау керек екен, барып іздеп қарасын. Он должен участвовать. Өйткені быт. Ол әйелді жеп қояды. Әйел 24/7 тек қана үйдің тірлігін істей алмайды. Сен жынды болып кетесің, псих болып кетесің. Разделяйте. Роза ханым, неге қатын болдың сен онда, кірің жумасаң, тамағын бермесең, киімің жинамасаң дейді ғой, бұрынғы абысыным дейді. Сен абысыныңа байға тидің ба? Абысыныңа байға тидің ба? Оны сен әңгімен сен байыңмен сөйлесесің ғой. Причем тут абысының? Лақпай отырыңдар ше, қыздар. Бірдеңе А десе Б деп, мен не деп отыр, домбырам не деп отыр.
байыңмен шешсе, причем тут абысын. Ол подружка, абысын, бір бәле дегендер табылады. Қатын емессің да өзін істемейсің ба дейтін адамдар всегда табылады. Оның қайсысын аузын жабайын деп жүрсің, байыңмен келсесің. Лақпаңдар ше. Бетің қалың екен. Ой, страшно қалың бетім бар ғой. Жаман қалың. Асфальт. Бізде еркектер сразу ой біліп шығады. Олардың огородына тастасаң ше, деп шығады сразу ше. Қара, үйдің тірлігіне қатыстың кезде, еркек деген деп шығады сразу бар ғой. Еркектің жұмысы не негізін жалпы? Жұмысқа барып келуден басқа не нәрсеге жауап береді? Вообще оның шаруасы не, мен түсінбеймін. Мысалы, допустим, даже, да, вот сколько раз я говорю, қазақтың дәстүрі. Осы қазақтың дәстүрі деген қалып баратыр. Келіндік қызмет деген нәрселер бәрі қалды ғой. Қонақ жайлық деген нәрселер дейді да. Қара, келіндік қызмет деген женщина припахивает. Хорошо, қонақ жайлық. Қонақты кім күтеді? Әйел күтеді. Еркектердің бәрі отырады. Мешкейленіп, қарындарын сипап, ет жеп, бауырсақ жеп, отырады. Қонаққа келе ма? Келіп, отырып, просто кетеді. Еркектер бәрі жиналып, осы қазақтың деген салт дәстүрлері қалып баратыр ғой соңғы кезде. Қазақ болудан қалмадық қой. Келіндік қызмет деген жоқ болып баратыр осы. Қонақ жайлық деген осы соңғы кезде. Қонақ шақыруды қойдық дейді. Шақыр! Бізде қазір еркекке қатысты салт дәстүр бар ма? Маған айтып беріңдерші, еркек қазіргі мына заманға сай еркекке қатысты салт дәстүр бар ма бізде? Біз неғып осы әйелдер отырып айтпаймыз бізде отырып. Осы еркектер қазақтың дәстүрі деген қалып баратыр ғой. Мына еркектер атқа шабуды қойды, садақ атуды қойды, құрсын, жатады деген. Біз айтпаймыз ғой ондай нәрсені, потому что қалада ешкім жылқы ұстамайды, мал ұстамайды, садақ атпайды, ешкімді өлтірудің қажеті жоқ. Не қалды еркекке? Осы еркектер бір бәле болсын салт дәстүр деген кезде сразу әйелдің киімі, әйелдің тамақ істеуі, әйелдің байға тиюі, қанша жаста ажырасуы бәрі әйелге қатысты. Бізде бүкіл салт дәстүр только әйелге қатысты. Баяғыда осы қыздар деген, баяғыда қазақта ажырасу деген болмаған. Қазіргі кезде осы біздің салт дәстүрімізді бұзып бітетін болды осындай Европаға қараған қыздар деген сияқты ше. Сразу бір бәле болып тұрса, әйелдер баяғыда осы біздің әжелеріміз, зере апаларымыз өсіп киінбеген, қазір деген. Еркекке қатысты бар ма? Маған айтыңдар, дәстүр бар ма еркекке қатысты? Бізде сұрайықшы, спрос бар ма еркекке? Төрде қонақпен отырады, вот именно. Маған айтыңдаршы, бар ма еркекке қатысты? Бізде сұрайықшы салт дәстүр. Любой салт дәстүр әйелге қатысты да. Осы қазақтың салт дәстүрі деген кезде всегда мылтықты әйелге қаратады да. Біз еркекке қаратайықшы, не қалды? Еркек не істеу керек? Мысалы, неге бізде айтылмайды? Жеті қазына деген мәселе да. Қазақ ерлері мысалы қандай не нәрсеге жауап беру керек білмеймін мен. Даже білмейді екенбіз. Еркектер өздері де айтпайды оны. Бізге де айтпайды, өздері де білмейді. Зато әйел деген, әйелдің киімі, осы баяғыда апаларымыз, туға байланысты, осы баяғыда әжелеріміз, оның 15-ін туған батырларды деген сияқты сөйтіп, еркектер сөйтіп айтады ғой, еркектер. Бізде салт дәстүр, әйелдің туы, күйеуге тиюі, баяғыда қыздарды 13 жасында берген деген сияқты. Ой, сорым, педофилдер айтты сонда. Мен айтам, қыздар, сорлы қыздар 20-ға дейін күйеуге тимеңдер. Жұмыс істеп, сабағыңды оқып, жұмыс істеп барып күйеуге 20-ға дейін күйеуге тиюші ма десеңші. Осы баяғыда осы біздің әжелеріміз, апаларымыз, не бір ақ жаулықты әжелеріміз 13 жасында отбасы құрған деген сияқты. Қуып отырады ғой еркектер ше. Вот әйелге қатысты салт дәстүр, пожалуйста ғой оларда ше. Пожалуйста. Сразу туу, байға тию, ажырасу, киім темасында, пожалуйста. Қызмет қылу, қонақ күту, өзің ше. Өздері ештеңе істемейді ғой. Еркекке қатысты салт дәстүр айтып беріңізші, бізде сұрап отырайық.
Мал сояйын десең, қазір 7 килограммда аласың. Мал сойды үйретейін десең, 7 килограммен аласың. Так, мал бағудың қажеті жоқ. Садақ ату зачем? Енді не қалды? Охотаға бір 8 сағаттық жұмысы ма? Оны да қатырмайтындар бар ғой. Не қалды еркекке? Дымы жоқ қой, дым істемейді. Бүгін что-то эфирде өте көп чужойлар бар сияқты, күйеуің бар ма сенің дейді. Қалай ойлайсыңдар? Менің күйеуім бар ма, жоқ па? Қалай ойлайсыңдар? Пышақты да өзіміз қайраймыз ғой. Пышақты да өздерің қайрап жүрсіңдер ғой, сорлы қатындар. Не қалды? Бізде давайте дәстүрді сақтайықшы. Еркек не нәрсеге жауап беру дәстүр бойынша. Болды. Жаңадан біз осы жерде тарихшы, ғалымдар бар болатын болса, біз зерттеу жасайық. Көрейік өзі. Еркекке қатысты қандай салт дәстүрді біз қазір осы заманға алып келе аламыз. Мылтық ату кому? Ойла, масқара, жеті атасын білмейтіндер бар ғой. Это, конечно, пипец. Еркектер жамандамаңдар, қазақ әйелдер дейді. Елді қорғаған дейді. Қашан? Асия, бәрі военный ма, байлардың бәрі? Бата беремайды, дұрыс айтасың. Дым бата беремайды. Ажырасқансыз ба дейді. Өзі эфирді өстіп, не часто істеп тұру керек екен, арасында өстіп чижойлар кіріп жатыр ғой. Байың бар ма, ажырасқансың ба деп. Жіліктеуді білмейді, дұрыс. Бата беремайды, дұрыс. Вот. Екі ұл бір қызы бар дейді. Қой айналайын, қызым жоқ Динара. Динара. Қақта маған қызды қыз қойдым. Ох. Бізде әне нәрсе болды да. Мен бала кезімде. Мен мамам да, папам да қаржыгерлер ғой негізі. Мен әке-шешем қаржыгерлер, бухгалтера. Папам бухгалтер, аудитор именно. Бала кезде мындай ситуация болады да, это же 90-е. Екеуі де негізі жас кезінде үйленіп, жас кезінен жұмыс істеп, өмір жұмыс істеп жүрген. В 90-е годы мынандай ситуация болады да, екеуі де жұмыс істеп жүреді, бірақ жаңағыдай тоқырау, кризис бірдеңе болады да, тек қана мамада жұмыс қалады да, ол кезде біз уже мен бармын, Бауыржан бар, Рауана бар ау дейміз ол. 90-шы жылдар ғой, Маржан туылмаған әлі. 95-ке дейін, 91 мен 95-тің ортасында примерно. Мен сол шамамен жасым бір 10-дарда где-то. Папаның жұмыс істеп жүрген корпорациясы жабылып қалды да, компаниясы жабылып қалды да, мамам ғана жұмыс істейді. Сонда енді 90-шы жылдар итак жұмыс жоқ қой. Жұмысқа кешігуге болмайды, жұмыста косяковать етуге болмайды. Любой момент жұмыстан шықпасаң бітті, айлықсыз қаласың. И это такой кризис был. Зарабатывала только мама, получается. И папа үйде, ол кезде менен інім бар ғой, 86-да мен інім болған, 2001-де қайтыс болған. Ол кезде мен інім ауыратын ДЦП ғой. Сонда папа үйде отырып, сол баламен он занимался. ЛФК-сын бәрін істейді, бізге тамақ істейді, маған үйретеді, маған тамақ істеп үйрететін еді. Қызым, мен нан саласың, енді нан саласың ба, жүгіріп көріп кеш, ана қарап 3 минуттан кейін қазан қайнайды дейді. Ол действительно ойын түрінде маған үйрететін еді. Сөйтіп екеуміз үй жинайтын едік, папам екеуміз ше. Сондай қиын нелерде сол ауру балаға қарайтын, бізге қарайтын, тамақ істеп үйрететін. Сонда мен байқаймын да, мен кейін оны байқадым. Мен мысалы өстім, 11-ші класс бітірдім, өстім. Қарасам, сол 90-шы жылдарды көбісінің әкелері ішіп кеткен. Әкелері ішіп кетеді, жаңа әйел әйтеуір сауда істейді, әйтеуір жұмыс істеп ақша табады, көбісінің әкелері ішіп кеткен. У меня папа не делал так. Ол сол кризисный моментте қорған болды бізге.
үйге қорған болды ол. Мамам жұмыс істеп жүр, жұмысқа барып келеді, жұмыстан айырылып қалса бізде вообще ақша болмай қалуы мүмкін. Еще бізге қорған болды. Мы можем, мысалы да, сол заманда мүмкін мен папамды сыртынан көрген адамдар айтатын шығар, бұл үйдің тірлігін істеп жүр, қатын сияқты деп айтатын шығар. Бірақ қарап отырсаң, ол отбасын қорғады. Жұмылып бірге жұмыс істеді. Мен сондай нәрсені көргенмін. Понимаете? Яғни жұмылып істеу, жұмылып тірлік бітіру, жұмылып проблеманы шешу, сенікі, менікі, еркектікі, әйелдікі деп бөлмей. Андай өтірік, сасық көкірек, өтірік намыссыз, ештеңесіз. Қиындық келді ма, болды. Тез, ананікі, мынанікі демей, конкуренция жасамай, бір-бірімен сөйтіп көтеріліп кету. Мен көзіммен көрдім осы тәрбиені. Я очень благодарна своему отцу. За то, что он не спился, за то, что он не сдался. Понимаешь? Естественно, біз үйде 3 қызбыз. Біз 3 қыз болғаннан кейін, міне, еркек адамды, сен отбасында қандай еркек адамды көресің, сен сондай еркек адамды іздейсің. Сондай еркек адаммен дос боласың сен. Понимаешь? Біз 3 қыз, бізде күледі бәрі, күйеу балалар, как будто ағайынды сияқты бәрі бір-біріне ұқсайды деген сияқты ше. Реально, мен 2 күйеу балам, 2 сіңлімде тұрмыста, 2 күйеу балам да, күйеуім 3 түрлері бір-біріне ұқсайды, туысқан сияқты 3. Мінездері, түрлері, папам сияқты сондай. Ол сондай нәрсе де. Қазір мына еркекке қарап бой түзейін десе, не ұл бала бой түзейін десе, еркектің түрі анау, қыз бала бой түзейін десе, еркектің түрі анау, диванда жатыр бәрі. Мен бірдеңе десем, сразу ұрсып шығатын жерде. Бәрі әйтеуір сасық көкірек әйтеуір, көкірек әйтеуір, білмеймін әйтеуір. Бастарында бір какой-то бір көрінбейтін коронасы бар әйтеуір. Мен сондай тәрбие көргем. Хотя менің папам оңтүстік, это южане. Біз Сарыағаштанбыз. Ол мен алғысым үлкен папама ше. Мен сондай алғысым үлкен. Менің көз алдымда достойный ер азамат болған үшін. Достойный ер азамат. Отбасын сақтап қалған. Отбасына қорған болған, достойный ер азамат болған үшін я очень благодарна. Ол өмір бақи сондай болған жоқ. Кейін жұмыс тапты, істеді. Ал сендер қазір еркектер үйде бала-шағаңа қандай үлгі көрсетіп жатсыңдар? Не көрсетіп жатсыңдар? Ана сасық көкіректерін көрсетіп жатсыңдар ма? Әйелдерің азаннан кешке шейін ешақ болып жұмыс істеп, үйде обслуживающий персонал отқанды көрсетіп жатсыңдар ма? А өзің диванда жатсың, тик-ток шұқылап. Вы вот это показываете своим детям? Күйеуіңіз сізден қорқып сөйлейтін шығар дейді. Знаешь, сендер бүйтіп ойлайсыңдар, сендер андай еркін отбасылық серіктестікті көрмегенсіңдер. Біреудің даусы қатты шықса, екіншісінің үні шықпайды деп ойлайсыңдар сендер. Неге бізде отбасыда бір-бірінен қорқу деген жоқ? Ешкім-ешкімнен қорқпайды бізде. Әйел еркектен, еркек әйелден қорқпайды. Біз ойымызды ашық айтамыз. Мен балаларым маған ашық айтады. Мен өз әке-шешеме ойымды ашық айтам. Бізде отбасыда жалпы бір-бірінен қорқу деген нәрсе жоқ. Зачем? Чего бояться? Не үшін қорқам? Мен күйеуімнен қорқатын болсам, не үшін оған күйеуге тием? Өмір бақи қорқып жүру үшін бе? Или менің күйеуім маған үйленіп, менен қорқып жүрсе, зачем ему со мной жить, если ему будет страшно? Чтобы что? Если ему некомфортно. Не үшін? Мы в браке только потому, что выбираем этот брак, а не потому, что нужно, или это еще что-то, біреудің қалауы, бірдеңе емес. Мы этот брак выбираем только потому, что мы выбрали этот брак. Выбор, шешім сондай. Понимаешь? Бір-біріңнен қорқатын болсаң, несі отбасы? Күйеуіңе ойыңды айтпасаң, мен күйеуім маған ойын айтпаса, если мен өстіп жаңағыдай осы қоғамдағы еркекке қатысты ащы шындықты айтсам, сендер почему-то менің күйеуімді бір какой-то бір андай бір сүмелек, бір чмо қылып көресіңдер да? Нет, он абсолютно так, он тура менің айтқанымды айтады.
тура сол айтады. Ойымыз бір жерден шыққаннан кейін сол. Балаларым да естиді, жүр ана жерде. Прекрасно знают, чем я занимаюсь. Отбасыда бір-бірінен қорқу деген дұрыс емес. Не бойтесь. Иначе зачем? Ми нормальный еркек сіздің айтқаныңызбен келіседі. Менің эфирларымда жалпы маған жазылған ер азаматтардың бәрі естері нормальный, есі басы дұрыс. Таких парней очень много. Я понимаю, да, очень много адекватных парней, которые тоже не понимают. Олар бүйтеді, мынандай жігіттер бар да, маған жазады. Или былай, көріп қаламыз өткенде, форумда да біраз көріп қалдық қой. Маған айтады, үйленуге жүрексінем дейді да. Өйткені қоғам айтады бізге, жаңағыдай әйелді, мысалы, еркектер достарыма да айтады дейді, әйелді бастан, қатынды бастан деп айтады. Қатынды бүйтіп ұстау керек, үйтіп ұстау керек, бүйту керек, әйтпесе ол әбден андай есіреді, ол мені жаңағыдай басынады деген сияқты әңгімені тыңдаймын дейді. Бірақ дейді, жігіт айтады маған. Бірақ мен түсінбеймін, онда мен әйелді басынатын болсам, оның несі отбасы дейді, оның несі махаббат дейді, маған айтады жаңа жігіт. Разве любовь это вот это? Он меня спрашивает. Сонда мен өзімнің сүйгеніме үйленсем, мен оны басынып отыруым керек па? Мен оған бүйтіп бір контроль жасап, мен оған бастық болып отыруым керек па? Мен ондай болғым келмейді дейді. Ал егер мен үйленгеннен кейін, ертең мен оны басынып, сөйтіп контроль жасамасам, онда мені жолдастарым қабылдамайды ғой. Онда мені біреу подкаблучник деп айтады. Мен нормальный жігіт болғым келеді. Мен нормальный ер азамат болғым келеді. Мен әйеліммен ауызбіршілік болған қалаймын. Мен оны басынып, оны контрольда ұстағым келмейді. Бірақ бізде барлық еркектер әйелдерін контрольда ұстау керек деп ойлайды ғой дейді. Сөйтеді маған жігіттер ше. Им тоже непонятно, как строить адекватные отношения. Еркектердің әлемінде өздерінің стереотиптері жетеді. Жаңа еркектер бір-біріне ше. Ей, қатынның каблуктың астына не пропискаға тұрып алғансың ба? Сен шықпайтын болыпсың ғой, қатынның етегінің астынан. Еркек болудан қалыпсың ғой деген сияқты стереотиптер өте көп жігіттердің ортасында ше. Жалпы қарым-қатынасқа қатысты, әйелді басыну керек, әйелге бастық болу керек, қатынды бүйтіп ұстау керек деген сияқты стереотиптер өте көп. И нормальный, адекватный жігіттер түсінбейді да, это разве любовь? Я не хочу таких отношений дейді да, я не хочу. Мен равный болғым келеді. Мен сыйластықпен үйленгім келеді. Мен сыйласып өмір сүргім келеді, бірақ қоғам бізде ондайды қабылдамайды. Мен түсінбеймін дейді да. И сондай жігіттер менде отырады осы жерде. Им тоже интересно, кто же мой муж? Какой он адекватный мужчина? Қандай вот адекватный, мысалы да, жаңағыдай, я постоянно рассказываю, да, вот, не постоянно, я вот айтқым келмейді. Көбіне айтқым келмейді. Сұрақ қойған кезде арасында айтасын енді. Жалпы өзімнің қарым-қатынасым туралы да. И оларға да қызықты. Как это? Өйткені бізде қоғамда, жалпы қоғамда нормальный, адекватный отбасының рол модель жоқ та, ролевой модель жоқ. Бізде, жалпы бізде көз алдымызда ондай үлгі жоқ. Нормальный отбасы. Бізде мынандай, не еркек ақша таппай, бейшара болып, әйелі езіп отырады оны, бүкіл туған туысқандар. Немесе ол көп табады, бірақ та жүреді. Жүргіш жәлеп еркек. Екінші қатын алады, бір бәле, сол жаңағы бізде қазақ байса қатын алады деген сөздер сондай да. Яғни бізде еркектердің екі-ақ типі бар. Не ақша таппайтын, диванда жататын, әбден андай ручной үйдің күшік болатын сондай еркек, немесе жаңағыдай қатын алғыш. Ақша табады, бірақ қатын алғыш. Бірақ ақшаны да табады, отбасына да берік, адал. Адекватный, әйелін езбейді, абьюзер емес, екеуі де еркін қалыптасқан тұлға бола тұра,
дұрыс қарым-қатынас құрған модель бізде көз алдымызда жоқ. Қаяқтан көресіңдер ондай отбасыларды? Сондықтан сендер сенбейсіңдер. Қыздар сол үшін сенбейді. И жігіттер де үйленуге қорқады. Олар да түсінбейді. Я не хочу быть абьюзером. Бізде вот здоровый ролевой модель жоқ. Даже блогерлар, отбасылық блогерлар өздерінің сол отбасылық өмірлерін көрсеткен кезде жаңағыдай әйелдер сразу замужем. Я за спиной своего мужа. Соның айтқаны болады. Соның ғана табысына қарап отырам, соған деп. Сен атасына сен миллионник блогерсің ғой, ақшаны сен тауып отырсың ғой. Қоя қойшы осындай маскаларын кимей қойшы, өтініші. Екеуің бірге тауып отқандарыңды айта беріңдерші. Сенің блогың арқылы ақша жеп жатқанын айта берші, сондай идиотский әңгімелер айтпаңдаршы, пожалуйста. Қыздар, күйеулеріңнің тілеулерін тілеп отсаңдар, өзі, Құдай өзі форточкадан әкеледі деген әңгіме қойыңдаршы, сондай әңгіме не? Сол блогингті сен тауып отырсың ғой. Мен жасырмаймын ғой, мен табатын. Мен өзіме ұнайтын нәрсені аламын. Все вот эти вот мои брендовые, все то, на что я бездумно трачу деньги, айтамын ғой мен оны. Ал отбасыға керек нәрсеге, оған уже күйеуім араласады. Барады. На столды аламыз, наны алмаймыз деп. Неге? Өйткені ол отбасылық нәрсе. А все, что я зарабатываю для своего удовольствия, там, не знаю, на миллионы покупаю, там, BMW хочу, я жасырмаймын, я это сама заработала. Я очень сильно этого хотела и сама заработала. Қыздар, күйеуім маған BMW берді. Ой, бізде блогерлар жетеді сондай ше. Өзі блогинг жүргізеді, өзі рекламаға ақша алады, сөйтеді да барады да Луи Виттон сатып алады да, сосын. Қыздар, жаным маған алғашқы Луи Виттонды сыйлады, деген сияқты. Қойыңдаршы, өзің алдың ғой. Өзің алдың ғой, сол Луи Виттонды айта берші, өзім алдым деп. Сол біздікілер қарап отырады да. Так, дым істемейді. Бірақ күйеуі бәрін әпереді. Енді я хочу, такой муж хочу. Жемечу хочу деп отырады сосын біздікілер. Осы алғашқы Луи Виттонды күйеуім әперді. Миллионник блогерлар бар, сөйтіп айтатынша күйеуім арқасында деген сияқты. Білмеймін, бізде замужний әйелдер, бізде вообще біздің блогосферада, біздің блогингте жалпы замужний әйелдер ақша табуға ұялады. Бір бәле болса, вообще ұялады ақша табуға, өз ақша табуға ше. Обязательно күйеуім әперді деп айтады, өзім таптым деп айтуға болмай ма? Өзім таптым деп айтуға болмай ма? Неге ұяласыңдар? Отағасының арқасында махаббатым деп отырады. Айта берші, өзім таптым деп. Почему женщины, замужние женщины стыдятся зарабатывать деньги и присваивать деньги, которые они сами зарабатывают? Что в этом такого? В этом нет ничего постыдного. Не ұяласыңдар? Нормально это все. Бізде еще андай бар ғой, сондай блогер-миллионниктар. Қырып сондай запускпен істейді да, сөйтеді да, машина сатып алады да күйеуіне әпереді. Күйеуіне Камри әпереді. Өзіне алмайды. Күйеуіне Камри әпереді. Күшті қылып оны салоннан шығарады сосын. Әйтеуір андай да. Білмеймін, бізде қоғамда, жалпы отношения туралы мәселеде біреу-біреуге әперу керек. Не күйеуің әйелге әперу керек, не әйел күйеуге әперу керек да. Әйтеуір, постоянно, білмеймін, әйтеуір әперу сендердікі ше. У вас как будто отношения и любовь построены только на подарках. Отношения и любовь, они на подарках не строятся. Подарки, бір нәрсе әперу, это все ол бонус. Ең бастысы отношения болу керек. Жақсы көзқарас ең бастысы сол нәрсе болу керек. Бір-біріңді сыйлау, бір-біріңнің көңіліңді түсіну, сол нәрсе болу керек. Ал сыйлық, гүл,
басқа нәрсенің бәрі ол бонусом идет. Сыйлық берсе ғана қарым-қатынас бар деген нәрсе дұрыс емес. Это вообще неправильно. Білмеймін. У вас все оценивается. Мен жігітім мынандай берді, Дайсон берді. Если мысалда Адина мен Асел екеуі де жігітпен жүреді деп айтайық, Адинаның жігіті Дайсон берді, Адинаның жігіті ресторанға апарды, Адинаның жігіті аптасына бір рет гүл жібереді. Аселдің жігіті ондай подарктар берген жоқ. Ну, может быть, подарил какое-нибудь серебряное кольцо, может быть, айына бір рет гүл беретін шығар. Екеуінің де отношениесі жақсы бірақ. Но бізде қоғам ойлайды, что Адинаның жігіті Адинаны больше любит деп ойлайды. Ал Аселдің жігіті меньше любит деп ойлайды. Сонда махаббаттың өлшемі подаркымен ба сонда? Вы нормальные вообще? Это вообще нормально вообще? Вот, бөлетін болсаң. Что, я орехи кушаю, девочки? Шынайы қандай блогерларды айта аласыз дейді. Жұмыс істейтін блогерларды қарасаңдаршы. Андай эксперттерді қарау керек, которые работают. Сондайларды қарау керек. Жұмыс істейді постоянно. Бірдеңе ценный такой ақпараттар беріп отыратын, қарым-қатынасты бірінші рөлге қоймайтын және көбірек экспертный контент беретін. Бізде көбісі мынандай ғой, 70% контент любовь в отношении семья и 30% экспертный қалады. Нет, есть блогеры, которые только на развлекательном. Типа Жанабыловых, да, мысал үшін. Они развлекательные оларда. Не, олар рекламамен табады, немен табады, ақша білмейді кем. Развлекательный форматта бар. Но эксперт, он больше, конечно же, он больше показывает экспертность. Про отношения это 20-30%. Все. Соған қарау керек. Он блогында жұмыс, ақша табу, стремление, дофамин, бизнес, не істеп жатыр, қандай проект. Мен өзім сондайларды қараймын. Кәсіпкерлерді қараймын. Не істеп жатыр? Қандай проект, мынау қандай проект? Мынау қандай не? Мынау дегеніміз не? Бір мықты эксперттердің жасап жатқан тірліктеріне қарап, анализ жасаймын. Так, что делать? Что там такого интересного деген сияқты. Мен сондаймен занимаюсь. А сендер отырып алып, миллионник блогерлардың контентін қарап отырып, соның үйін жинап отырасыңдар бірге. Расында сондай ғой. Смотря, вот не жесең, вот ты то, что ты ешь дейді, да? Мысалы, не жесең, сол нәрсе боласың дегендей. Сол сияқты контент ретінде что ты потребляешь? Басқа блогерлардың жаңағыдай не, үй, бала шағасы, то, все, сондай ма? Я подписана на таких миллионников, но они меня интересуют не их контент, а в целом их стратегия действия. Олардың маркетинговый инструмент, стратегия, креативная индустрияда не істеп жатыр. Только сол көзқарастан қараймын. А так вообще маған қызық емес соның. Жаңағыдай қанша рет туды, гендер пати, бір бәле деген. Мне это не интересно. Работа. Только работа. Тек жұмыс істейтін адамдарды қарасаңдаршы. Қалай өзің жұмыс істеп кеткенін байқамай қаласың. Только сіз дейді. Рахмет Гүлеке. Ақша туралы қараймын, өте дұрыс. Ақша, жұмыс, білім, сондай контент қарасаңдаршы. Контентте выбор көп қой. Но сен қандай контент қабылдасаң, сен сондай адамсың. Рахмет, әйгерім. Дархан мен Дариконың өмірі қызықтырады.
олар не істеп жатқанын білмейді екен, бірақ анда-санда маған тиктокқа интересныйға шығып қалады. Бір бизнес жасап жүргендері. Негізі аудиториямен жақсы алады олар. Они, конечно, пахари. Вот все миллионники блогеры, они пахари. Чтобы создавать интересный контент, это такая огромная работа. Это такая огромная. И да, она жұмыс деген страшный бір вообще. Екі әйел алам деген еркекке қалай қарайсыз? Я считаю его безответственным. Бізде екі әйел алам десе, ойбай, мына еркекті деген жауапкершілік деген жанып тұр ғой мына еркекке деп ойлайды да. Нет, екі әйел алам деген еркек это безответственный еркек. Все. Бізде, извините, Қазақстан Республикасының заңы бойынша бізде бір ғана неке заңды болып есептелінеді. Значит, ол екінші әйел алатын болса, ол оның алдында жауапкершілік отбасы, яғни өзінің отбасысы ретінде ол әйелдің алдында ол жауапкершілік ала алмайды. Шариғи неке деген нәрсемен мен миымды ашытпаңдар. Шариғи некені, мысалда, қандай заң жұмыс істейді? Мысалы, біз Қазақстан Республикасында тұрамыз. Біз зайырлы мемлекетпіз. Біздің мемлекетте біз Қазақстан Республикасының заңдарына бағынамыз. Және де сол Қазақстан Республикасының заңдарын, оның орындалуын қамтамасыз ететін бізде сот өкілдері бар, ішкі істер министрлігі бар. Яғни заң бар, және заңды бұзылмауына соны контроль жасайтын күш бар. Қазақстан Республикасында бізде заңдар бар, конституция бар, уголовный, гражданский кодекс бар. Осындай заңдар бар, және сол заңдардың орындалуына и бұзылмауына жауап беретін орган бар бізде. Сендер айтасыңдар, шариғи тұрғыда үйлендік дейсің да? Мынаған жауап беретін қандай орган бар бізде? Ана мешітте өтірік аумен қағазбен үйленіп ап, қатынды тастап кеткен кезде, андай талақ деп айтып тастап кеткен кезде, оның артынан ол еркекті, мысалы үшін да, спрос жасайтын қандай бізде қарулы күштер бар? Сол еркектің әрекетін спрос жасайтын. Ешқандай. Үйтіп екінші әйел болып күйеуге тиген әйел ертең күйеуі тастап кететін болса, онда сотқа бере алмайды ғой. Она не докажет. Заңның алдында екінші әйел бізде это любовница. Заңның алдында это любовница, ол екінші әйел емес. И екі әйел алам дейтін еркек, он безответственный. Ол соны біле тұра, немесе заңды оқымайды, топас. Біле тұра екінші адамның өмірін құртып отыр. Понимаешь? Я вот так вот отношусь. Кез келген заң қай кезде жұмыс істейді? Ол заңды контрольдайтын күш болса. Біз ислами мемлекет емеспіз, біз шариғат заңымен өмір сүрмейміз. Яғни дін мен мемлекет заңын бөле алу керек. Зайырлы мемлекеттің азаматтары сондай болу керек. Извините, простите. На что закон работает? На контроль. Егер ол контроль болмаса, бәрі бетімен кетеді ғой. Действительно ғой. Заңның алдында екінші әйел это любовница. Надо об этом так и говорить, как она есть. Ұнай ма, ұнамай ма. Осы жерде мүмкін екінші әйелдер бар шығар. Может, сіздердің күйеулеріңіз адекватный да шығар. Мен білмеймін. Бірақ заңның алдында шешім біреу ғана. Это любовница. Біз зайырлы мемлекетпіз. Бізде тек қана біздің Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңы бойынша отбасыны бізде бір әйел мен бір еркек қана құра алады. Болды. Қалғанның бәрі өтірік, заңмен қорғалмаған фиктивность. Это просто, я не знаю, безответственность, это ашна, барбале, короче, любовница это. Вот так. Мен жолдастар тек жарнама жасайтын адамдарды ғана блоктаймын. А так уақытым жоқ, қалған хейтерларды. Хейтерлар отыра берсін. Я хочу, чтобы хейтеры слушали, сидели, слушали, бір тыңдайды, екі тыңдайды, үш тыңдайды, и ойлары өзгереді. Вот. Ровно 1,5 сағат болды, Инстаграм отключил мои комментарии. Все, я больше не вижу ничего. Қыздар, запись экрана жасаңыздар деген сообщениеден басқа
ары қарай сообщение келіп жатқан жоқ. Сол жолдастар, рахмет, 1,5 сағат өте пайдалы болды деп ойлаймын. Маған бүгінгі түнгі шай өте қатты ұнады. Сіздерге қалай болды? Егер ұнаған болса, міндетті түрде осы сақталған эфирдің астында өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, комментарий қалдыруға тырысыңыздар. Бұйырса, тура осы эфир YouTube-қа және барлық подкаст алаңдарына шығады. Келесі кездескенше, келесі эфирлерде жолығайық, амандықта жолығайық. Бұйырса, сейсенбі күні, яғни вторник, бизнес талдау эфирі болады. Бизнес талдау эфиріне сұрақтарыңыз болатын болса, Telegram канал арқылы қоясыздар. Эфирге келіп, бизнес туралы, маркетинг, креатив, стратегия туралы пайдалы ақпараттарды білсеңіздер болады. Бүгін сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Сұрақтарыңыз үшін, қатысып отырған белсенділіктеріңіз үшін көп рахмет. Қайырлы түн.